армысына солтым. Осы роликті, осы бейнені соңына дейін көресіздер деген үміттемін. Любовница ашына жайлы қазір шағын қойылым көрсетем. Өте маңызды. Айып етпеңіздер, менің мынандай дәрілерім көп болған екен. Мынау әйелі, мынау еркегі екеуі қосылады, үйленеді. Мынаны бағады, мынаны бір-бірлерін әйтеуір жақсы көріп, бір-бірлерін тірі ағза бұл отбасы, бұлар бірін-бірін өмір сүре алмайды. Мынандай кішкентай мына жақта ұрпақтары келе бастайды, бұны бағады, қағады. Бірақ бұл әлем сиқыр әлемі бар. Мынандай кейбір кезде жетпей қалады энергиялар, мынаны толықтыруға жетпей қалады, мынаны толықтыруға жетпей қалады. Мыналар кейбір кезде қатындар дуа кеш іздеп кетеді, мына еркектер де дуа кеш іздеп кетеді. Сол кезде мынау еркек ақылды, өзінше бір супер ақылдылар барады да кемпірлерге оқитын дуа кеш бір кемпірлер тауып алып, болмаса орыс бабкалар тауып алып барады да мына жақта өзінің әрен күнін көріп жүрген, байға тие алмай жатқан, жолы болмай жүрген, жұмысқа кіре алмай жатқан, жұмыс істесе де түк жолы болмай жүрген, денсаулығынан ақау болып әрен өмір сүріп жүрген, бір басы бос отырып қалған, болмаса жалғыз басты бала шағасын әрен асырап жүрген жалғыз басты келіншектің мынау барады да миын айландырады, мынаны бағу үшін. Сөйтеді да мынаны Құдай әркімге энергия беріп қойған басында, бірақ мынау шошқалар сондай бар, сондай жаман адамдар өзінің энергетикасын мынандай зәрін шашып жүретіндер, өздерінде қалмағаннан кейін жанындағы мына вампирлер деседі, мыналар донорларды іздей бастайды, мыналарға барып оқытып. Мен соны қайтарушымын. Сөйтіп мына бейшара өзі онсыз да аз болып жүрген, мына екеуін бағып қағады, түгелімен жойылып мына екеуін бағады. Бұл мынаның миын ашытады, мен сені жақсы көрем, әйелімнен ажырасам, саған дүкен, машина, жұмыс, шуба, айфон бәрін алып берем, тек менімен ғана бір палка, екі палка деп қонақ үйге, бір-екі ресторанға апарып мынаның миын ашытып бычтын шығады. Бұның аруақтары күшті болса, бұған белгілер келеді, бұл бейшараға, бұл ізденеді, сосын мынандайларға барады, мен сияқтыларға келеді, жылайды, мынау қашан әйелінен ажырасады, бұл қашан әйелінен ажыраспайды, өйткені мына екеуін бағып жатыр, бұл екеуі басына сөйтіп келісіп алған. Мынау шошқа да үндемейді, өйткені күйеуінің не істеп жүрген қылмысын бәрін біледі, бірақ мынаны баққаннан кейін мына күші арқылы бұл үндемей мынаны бағып отыр. Мынау сорлы үміттенеді, мынау кетеді, менің қасымда болады деп кетпейді, бұл жаққа сізді өлтірге шейін